Қай кезде мойындадың сен аурусың, менің есім дұрыс емес деп? Ауру деп мойындағаным осы келердің алдында 5-6 ай болды ғой жатқаным осында. Сентябрь, октябрь. Примерно осы жылдың басында мен мамама өзім айтқанмын, мама, мен точно емдетіп, бір жаққа барайық, апарыңдаршы мені деп. Сол кезде ол айтқан, осындай центрлер бар, қалай қарайсың деп та, ұзақ мерзімде жата аласың ба, жата алмайсың ба, қалай ертең маған ренжіп жүрмейсің ба, жатқызып тастадың деген сияқты. Мен сол кезде мамам айтқан, жоқ мама, барып барайын деп та. Мен уже қоя алмай жүрмін. Мен не берсең мен соны қоя беремін, любой зат. Мысалы ақша береді, ананы ал, мынаны ал, продукты ал, бала шағаңа, мысалы өзім бала шағам бар, 4 бала шағам бар, садигіне төле, мысалы любой зат. Мен барам да тек ойын. Иә деп мамамды алдап алып кетемін. Тек ойым, полный тек ойын дейді. Үйге апару деген ондай жоқ еді. Даже нанға берілген ақшаға дейін қойып жүретін едім. Дато сондай, қатты болды. Мен оны өзім басында білмей ең соңғы жылдарында уже өзімде неуправляемость бар екенін байқадым. Что ештеңе қызықтырмайды, кроме ойыннан басқа.